Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай керемет дәмді болып шығатын люля кебаб пісіретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен фаршқа үккіштен өткізілген пияз бен чесногымызды қосамыз. Тоз бұрыш, паприка және басқа да дәмдеуіштерді қосуға болады. Және панировочный сухариді қосылып, жақсылап араластырамыз. Және біздің ағаш таяқшалар, яғни шпажки, соған қолымызды сулап отырып, осылай люля кебаб формасын келтіріп, видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Міне біз люля кебаптарымызды дайындап қойдық. Енді табада қызып тұрған майға бүкіл шетін қызартып отырып, қуырып аламыз. Енді картоптарымызға тұз, бұрышым, паприка сеуіп, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Жаңағы кебаптарымызды қуырған майға салып, жақсылап қызартып отырып, картопты да қатты отта қуырып аламыз. Енді мен басқа ыдысқа кішкене түбіне май құйып, картоптарымды салып, кішкене тағы да қуырдым. Және картоптың бетіне люля кебаптарымызды осылай орналастырамыз. Бетіне бір стақандай су құйып, орташа отта 30-40 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Бетін жауып қоямыз. Міне достар, біздің люля кебаб пісіп шықты. Бетін осылай пиязбен әсемдесеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.